Хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұнатпаңыз. Алматыда күн жылынады. Қазгидромет Алматы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер синоптигі Дәулет Кісібаевтың айтуынша 2024 жылдың 19-25 қазан аралығында қалада ауа температурасы көтеріліп, күндіз сынап бағаны +20 градусқа жетуі мүмкін, ал түнде үсік жүруі ықтимал. 20 қазан аспан бұлтты болады, ауа райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде -1-3 градус, күндіз +14-16 градус. 21 қазан аспан бұлтты болады, ауа райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +5-7, күндіз +18-20 градус. 22 қазан аспан бұлтты болады, ауа райы жауын-шашынсыз. 23 қазан аспан бұлтты болады, ауа райы жауын-шашынсыз. 24 қазан аспан бұлтты болады, аздап жаңбыр жауады. 25 қазан аспан бұлтты болады, аздап жаңбыр жауады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.